Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен дәл пиццериядағыдай болып шығатын оригинал пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Сол оригинал пиццаны үй жағдайында жасап көретін боламыз. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, сіздерге барлық құпияларын барынша ашып, түсінікті етіп түсіндірдім. Видеоны соңына дейін қарасаңыз түсінетін боласыз. Ең алдымен осылай жылы суымызды құятын боламыз. Жып-жылы сүтімізді қосамыз, оливковый масло қосамыз. Егер де сіздерде жоқ болса, менікінде күнбағыс майын пайдалансаңыздар болады. Негізі оригинал рецепт оливковый масло қосу керек. Осылай шекерімізді, тұзымызды қосамыз, жақсылап араластырып, ертіп аламыз. Және осындай құрғақ дрожжымызды қосамыз, барлығын араластырып, ұнымызды қосатын боламыз. Менің каналыма әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюға кеңес беремін. Өйткені апта сайын сіздерге жаңа рецепті бар, білгенімді сіздерден аямай үйретіп отыратын боламын. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Комментарий бөліміне қандай рецептілер күтесіз алда, соның бәрін жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде сіздерге кері байланыс жасаймын. Міне осылай ұнымызды шетінен салып, жұп-жұмсақ тестамызды илеп шығатын боламыз. Тесталарыңызды өте әдемі етіп, жұмсақ етіп үйлеулеріңіз керек. Міне қазір біз илеп болайын деп қалдық. Осы илеп болып дайын болған тестамызды сыртынан осылай май құю керек болады. Егер де сіздерде оливковый масло болса, оливковый масломен жақсы шығады. Осылай аз ғана құйып, барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығасыздар. Шылқылдатып көп құюдың керек жоқ. Осылай міне аз ғана жететіндей болып, барлық астына да бетіне де жетсе болды. Осылай енді қазір пищевой пленка мен жауып, жыл жерге жіберетін боламыз. Жақсылап бетін жауып, жыл жерге орап қойыңыздар. Жарты сағат көлемінде көтеріліп шығады, немесе 1 сағат көлемінде жақсы әдемі болып осылай ісіп көтеріліп шығады. Міне тесталарыңыз жақсы болса, осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Осы тестамызбен қазір біз бірнеше бөліктерге бөліп пиццамызды пісіретін боламыз. Менде 4 бөлік шықты. Сіздерге жазып көрсеткен құрамының бары ол негізі бір пиццаға арналған. Егер де сіздерде көбірек жасағыларыңыз келсе, 2-3 есеге ұлғайтып жасай беріңіздер. Негізі грамм өлшейтін таразы алып қоюға кеңес беремін. Бір кухняларыңызда сондай бір таразы тұрса, осылай әр нәрсе істеген кезінде граммын өлшеу оңай болады. 4 пицца шықты. Граммын ұлғайтып жасадым, және берілген құрам бойынша барлығын есептеп жасаңыздар, сонда өте жақсы болып шығады тесталарыңыз. Қатып қалмай, жұмсақ теста болып шығады. Жұқалау етіп жайып, кәдімгі үй жағдайында духовкаға пісіре беретін боламын. Духовканың өзінің ыдысына, табасына пісіре беретін боламын. Соған лайықтап жайып алдым. Астына міне пергаментный қағаз төсеп қойдым. Осылай, енді сіздер пергаментный қағаз болмай қалған жағдайда астын майлап жібере салыңыз. Осылай міне шеттерін түйіп алдым. Мына жерде соусында тек кетчуп, майонез және чеснок бар. Чеснок міндетті түрде емес. Егер қаламасаңыз, ұнатпасаңыз қосу міндетті емес. Осылай бір-біріне араластырып, астына соус ретінде жағып алдым. Егер де сіздер соус жасап үйренгілеріңіз келсе, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен соусты қалай дайындайтын көрсетемін. Мен бұл жерде соус пайдаланған жоқпын. Не осылай пепперони жасап жатырмын. Бұл біріншісі пепперони болды колбасамен. Ендігісі міне осылай шетін түйесіздер. Түйсеңіздер өте әдемі, түймесеңіздер де болады. Енді осылай шетін түйіп қойсаңыздар, бірақ әдемі болып тұр, пиццериядағыдай болып. Жаңа құрамына қосып өткен май жайында айтқым келеді. Негізі күнбағыс майына қарағанда зәйтүн майы, яғни оливковый масло өте пайдалы. Күнбағыс майының онша пайдасы жоқ негізі денсаулыққа. Осылай әрбір үйде бір оливковый масло тұрған жақсы. Негізі осы пиццаның құрамына күнбағыс майы емес, оливковый масло қосу керек. Оливковый маслоның күнбағыс майындай оның тым қатты зияны жоқ. Міне, біздің пиццамыз дайын болып қалды. Өте жылдам піседі. Бетіне пісіп болған соң, осылай сырымызды салып, тағы бір рет 5 минутқа, 2 минутқа салып аламыз, сыры еріп шығады. Пицца өте дәмді болып шықты. Бұл бізде екінші пиццамыз. Не пепперонимен, колбасамен қызанақты араластырдым. Өздеріңіз білесіздер, бетіне салмасын. Сырын көбірек салсаңыздар өте әдемі, дәмді болып шығады. Пиццамыз өте жұмсақ, ауызда ерейтіндей болып шықты. Ең бастысы отбасыма өте қатты ұнады, бірден жоқ болып кетті. Осылай піскен, осылай кескен бойда пиццам жоқ болып кетті. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Қазір маргарита жасайтын боламыз. Алдағы уақытта сіздерге одан да керемет пиццалардың рецептімен бөлісетін боламын.
Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, немесе Instagram парақшама да тіркеліп қойсаңыздар болады. Сол жерден жаңадан шығып отқан рецепттің бәрімен бөлісіп отырамын. Және инста парақшам да өте пайдалы. Міне қызанақтарымызды қойып шықтық. Осы дәл осындай күйінде пешке салып аламыз. Міне өте тез пісіп шығады. Осы пісіп шыққаннан кейін ғана сырымызды бетіне саламыз. Өте көптеу салсаңыздар сырын өте дәмді болып шығады. Байқап тұрсаңыздар, жасалуы да аса қатты қиын емес. Бұл негізі көп жерде айтыла бермейтін ақылы мастер-класс, сондықтан міндетті түрде осы тесто бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып, барынша тегін жасап көрсетіп отқан нені міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Балаларға өте қатты ұнайды. Менің YouTube каналыма кіріп қарап көретін болсаңыздар, тегін мастер-класстар өте көп және барлығы оригинал рецепттер. Сіздерге үнемі ең жақсы, ең үздік рецепттерді ұсынып отыратын боламын. Сондықтан мені жоғалтып алмай тіркеліп алыңыздар. Осы видеоны соңына дейін қарап шықсаңыздар, қуанып қалар едім. Видеоны соңына дейін қарап жатсаңыз, сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Айткүл. Алдағы уақытта жаңа рецептілермен сіздерді қуантып отыратын боламын.